мына 71 жылға бітірген жас жеткіншектер келіп отыр. Соларды күтіп алайық. Қаны орындарыңызда отырып, ду қошуға қосын, келіңдер жастар. Рахмет жастар. Шарттасын, арамыздан қана ду қошуға қосын, келіңдер жастар. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, қадірлі ұстаздар. Міне бүгін Телқұдық орталығында бас қосып мінекей бітіруші 10 жыл бітіріп отқан мына шәкірттеріміз және 71 жылға 10 жылда оралып отқан мына інілерімізбен бірге бас қосып отырмыз. Міне тойларыңыз құтты болсын, тойға ұласын. Енді осы кешті ашу үшін сөзді мектеп ағасы Нәміртайға береміз. Өмірдің бірге тартар ауырларын, қуанан көріп сізде қауым барын. Бүгінгі кешімізге қош келдіңіз, аманбысың, ағайын туыс, бауырларым деп. Мінекей көпшілікпен бірге құшақ жайып сіздерді қарсы алып отырған мектеп ағасы Нәміртайға келіңіз отыр. Құрметті қалайық, міне ауызша да айтсам болады ғой. Бұл бір дәкілат емес, құттықтау сөз екен. Дегенмен жастың ұлғайғанына қарап, бір айтқан сөзімді екінші айта алмай ұмытып қалатыным бар. Сол үшін қағазға қарағаныма кешірім сұраймын. Құрметті қуаныш, шаттық кешке жиналғандар. Міне біздің тілімізде тарыдай болып кіріп деген сөз бар. Сол тары бұдан 11 жыл бұрын мектеп табалдырығынан тарыдай болып кіріп, кішкентай бүлдіршіндер осы бүлдіршіндерге әуелі әріп, әріптен сөзге өтіп, сөзден сөйлемге өтіп үйреткен, сипырдан ханды жазып үйреткен. Әліппені әріптен оқытып, ана тілді ғұмдан оқытып, әдебиетті жүргізіп оқытып, математика, физика, химия, биология, тарих, тағы басқа пәндер бойынша білім жолына салуда инемен құдық қазғандай әрекет жасап, бойындағы барлық күш қуатын, мейірін төгіп, тарыны таудай етіп шығаруда өз еңбегін аямаған ұстаздар бүгінгі күндей қуанышты күндеріңіз болмаса әлбетте. Құрметті ұстаздар қауымы, осы қуанышты күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Міне мектебімізді бітіріп жатқан шәкірттер бір тәтті қиялдың шырын армандарының бірі орындалып жатыр. Өмір жолына аттанғалы жатыр екенсіңдер. Бұл өмір жолының талай биік асулары алдыңда. Сол асудан тұяқтарын қағылмасын, қанаттарын қайырылмасын деп тілек білдіремін. Мына отырған осы шәкірттердің ата-аналары ата-аналық борыштарыңыздың ретті және біреуін орындап, балаларыңыздың қуанышына бөле
алғысымызды білдіреміз. Мына жақта отырған бұдан 10 жыл бұрын мектебіміз табалдырығынан осындай болып өмір жолына аттандырған ауыл азаматтары отыр. Сол азаматтар мұғалімдердің көз алдында әлі оқушы, әлі бала күйінде тұр. Міне біздерге деген әлі оқушылығын, әлі балалығын есіне алып, құрметті ұстаздарын мектебін есіне алып, 10 жылдықты өткіземіз деп келіп отыр. Бұлар өмір жолының бірнеше асуларынан асып, өмір жолының сынақтарынан сүрінбей отыр. Келе жатқандарына осы отырған халық куә. Бұлар да мына іні қарындастарының қуанышына өз қуаныштарын қосқалы қатысып отыр. Екен қуаныштарына қуаныш қосылып, жүздеріне қуаныш күлкісі арылмасын деп демекшімін. Жалпы жиналғандар қуаныштарыңыз қуанышқа жалғаса беруіне тілектестік білдіреміз. Сөздің сұлу өнерімен атымыз ауылымызға болған мәлім. Ағалық көңіл аулар сөздеріңмен жастары ауылымыздың алсын таным. Рахмет Нұрмат аға. Жастарымыз тек болсын, деніңіз сау болсын, бақытты болыңыз. Енді құттықтау сөзді мына бітіруші 11-ші кластан Тұрғанова 15 және мына 10 жылда оралып отқан жастарымыз күмісті шақырамыз. Келіңдерсіңіз. Сіз арқылы қиындық жеңілдеді, үлкен тұлға тіреуіш өмірдегі. Бүгінгі мерекеде алғыс айтып, жыр арнаймыз біз сізге көңілдегі. Ұстаз деген ардақ есім әніміз, ұстаз білім біздің сәніміз. Біздер үшін білім берген ұстазға қарыздарымыз бір өмірлік бәріміз. Құрметті Алтыния мектебіміздің қабырғасында отырған барлық қауым. Мінекей бүгін біздің мектебімізде үлкен қуаныш. Әрине бұл қуаныштың себепшілері болған біз осы Бердағатына мектептің жас түлектері және де апаларымыз, ата-аналарымыз. Мінекей бұндай бақытқа осы күнге жетіп отырған екеміз. Әрине барлығыңызға осындай күндерге жете берулеріңізге және де ұзақ өмір, зор денсаулық тілейміз. Біз осы мектептің ақыр соңғы рет табалдырығынан қадам тастамақшы екенбіз. Осы отырған барлық достарыма ұзақ өмір, зор денсаулық, қажымас бақыт және де оқуда алда, еңбекте оқуда озат болуға тілектеспіз. Құрметті ұстаздар және ата-аналар, қымбатты достарым және мынау бітіруші жеткіншектер. Міне бүгінгі қуанышты кештерімен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Нұр құйған бөбектердің зердесіне, білімнің сусындадым теңізіне, шәкіртпін насыр салған жердесіне, нәр алып ұстаздардың әлемінен. Ақ көңіл ұстаздарым адал ниет, жандарың жайсаң жаның, қайда да шәкірттерім болар сүйеп, қиындық басқа түссе қасымдасың. Тұлмандатып өткізген дүрмекпенен, қоңырау үндерін сағыныппыз ғон көктем. Бала күнді еске алып келдік досым, табысуға мектеппен. Қуанышты күндеріңмен толғанам, бүгін біздің ортамызда
толғабан, білім алып қоштасуға тұрсыңдар, қолдарыңда өмір алған жолдарың деп, бүгінгі кешті не алуға Әлидір ағайымызды ортаға шақырып, құттықтау сөзді не алуды сұраймыз. Құрметті кешке жиналған қадірмен қонақтар. Ертедегі адамдардың және ұламалардың да сөз көп қой. Екі тойың қабат болсын, екі дүнияң абат болсын деп. Міне бүгін біз осы екі тойдың куәсі болып отырмыз. Бірінші, біздің мектебімізді бітіріп отырған жас түлектерге және өмір жолына қадам басқан жастарға қадамдарың құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын деп тілек білдіреміз. Екінші, міне осы мектепті бітіріп 10 жыл дегенде айналып және өзінің алтын ұяларына келіп дастархандай өз халқына, өз оқытушыларына, өз ұстаздарына қызмет қылып отырған шәкірттеріміз олардың да өмір жастары ұзақ болсын, ет тілесек тілегіне жете берсін. Мұндай нәрсе бұрын соңды болып көрмегеніміздің орталығымызда енді бірінші мәрте бұл балдар ашып отыр, аты тойғыласа берсін, өмір жастары ұзақ болып, не тілесе тілегіне жете берсін. Міне арадан 20 жыл уақыт өтіпті. Осы мектепке қабыл болғандарына да 20 жылдың ішінде адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды деген сөз бар. Міне бұларда адам болып, азамат болып, өз елінің, халқының аялы жандары болып, жоғарғы оқу орындарын және өзіне лайықты кәсіптерді иелеген жастардың бірі болып отыр. Сондықтан бұл біздің менің шәкірттерімнің барлығы өз өмірлерін тапқан және өз бір отбасының қызметкері болып отыр. Міне менімше ойлаймын, мұнан артық қуаныш, мұнан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Сау саламат болыңыздар, Жамбылдың жасын берсін, Абайдың басын берсін, ден саулықтарыңызды тілейміз. Рахмет, Әлидір аға. Тілегімізді қабыл аламыз. Мынау оқытқан жастарыңыз өзіңіздей азамат болып жетіле берсін. Енді құрметті жолдастар, мінекей, мына екі жақтан да мінекей, не дейміз қазақша видеосы, бейнетаспада мына Набайдан келген ағамыз Ілхам. Одан кейін мына Шөлкөлдік ініміз Мыңбай деген жігіт ауылдың күйеуі. Мына ансамбльде ініміз Ертай, барлықтарыңыз таныс. Осы кісілермен біргелікте өткереміз. Енді қазір бір музыка болады. Музыкадан кейін және кешімізді программамен жалғастыра береміз. Кешек ансамбльге. I know.
Ayakınızı alın verin de. Ha? Үлкен рахмет. Енді сөзін жалғастыра береміз. Ендігі сөздің кезегін ауылымыздың ақсақалы, ауыл ағасы Шарапат ағамды орталыққа шақырамыз. Ауылдың ақсақалы, жүзі жарқын, тілейсің атқан таңның, атқанын ағарып әрбір таңның құрметпенен сөз кезегін біз береміз. Қол соғып қарсы алады жастар бүгін. Кәне жастар. Мінекей бүгін Теріқұдықтың басындағы барлық адамдардың істеп атқан той, думан, тамаша, ойын, күлкі барлықтарыңызға да міне 11 жылдықты бітіріп атқан балдар, келешекте қадамдарың қайырлы болсын. Енді барлықтарында оқуды бітіріп, қожалықтың үйдің жұмыстарына аттанасыңдар, талаптарың оң болсын. Мінекей, және де осы мектепті бітіріп, 10 жыл оқып, кеткеніне 10 жыл болған балдарға, міне бұлар барлығынан баланы шығады, үйлер жайын болған, міне балдар, dünyada ne görsen çıkarmaktan sonra görürsün edin. Sondayak bu baldarında келешекте талабы оң болсын. Bala-şağaları жақсы, перзенттері жүда. Dünyada осындай болып сендер қатарлы болып, алдағы азаматтың бірі болып өссін. Ай, енді міне іштегі отырған, я сырттағы отырған ағайындар, ортамыздағы бүгін бір болып атқан жақсы мерекелі бір тыныштындайық та. Ол бір тиіс отырсандар қайтеді. Біздің халқымыз неге мұндаймыз sıra бір? Адам дегенге бір тәртіп керек емес па sıra? Мейлің үлкен бол, мейлің кіші бол. Азғантай осындай думанды бір жақсылық ниетпенен тыңдаңдар. Адамдардың айтқан сөзін ұғыңдар ақыр. Барлығымыз солай бересіңдер, кімнің сөзін тыңдаймыз біз енді? Bir tertip, intizam деген керек қой адамға. Міне жолдастар, өзі бәріміздің де жасымыз екібастан біртілайға келген қой. Теріқұдықтың басындағы бүгін 11 менен 10 жыл болған бітірген адамдардың жиналып, той думанды істеп ата-аналарын шақырып отқан бірінші көруім. Ата-аналар, сіздер де міне балдарыңыздың осындай түлекті ұшырып, кейін мейлі 11-де бітірген балдар, талаптарың оң болсын. Енді мұнан кейін алдарында қожалықтың жұмысы бар, оқу орны бар, екібастан ілгері оқу орны. Міне соларыңа да түсіп кетуге тілектестік білдіремін. Сонан кейін міне енді мына осы мектепте бітіріп кеткен 10 жылдық болған балдарға міне сендер екібастан қазіргі уақытта Şurada жақсы қызметті істеп, міне сөйтіп жүрсіңдер. Мұнан да кейін, мына ұяда не көрсең, ұшқанда соны көресің дейді ғой. Бұл жұмыс екібастан барлығымыздың да басымызда бар жұмыс. Біздер енді жұмыс кеткеннің бәрін тауысып, үкіметіміздің берген ардақты пенсиясын алып, тыныш ұйықтап жатырмыз. Міне
Sender de osunday yaxşılık niyetke barlıklarında sağlık bilen, amanlık bilen jete beriңдер. Bizler mına atanalar hoşumetkar adamız senderдің tilevlerini körüp bizler sağlık bilen aman esen otura bereyik. Barlık vaqtda barlıklarında ülkün kişi bakıtlı bolunlar. Rahmet Жарахат. Rahmet үлкенден үлкен тілегіңізге қосыламыз. Жастар жаңа Шәкең айтып өтті. Барлықтарыңызды есте сақтаңыздар. Тәртіп болсын осы ортада. Осы кеште барлығымыз сіз біз болып бір көңілді өткерейік. Енді орталыққа ауыл ақсақалы Келімжай ағамды, Сара әжемді, Гүлнараны орталыққа шақырамыз. Ассалаумағалейкум, ел ағасы, Берке ұстар ауылының дұрданасы, бастары асқар тауым секілденсе, шалғай көл көсір ғой кең жағасы, бастаудың ағытылса ақтығыны, сылдырып көбік атар сөз ағыны, сіздерді кім ұмытар осындайда асыл тектес көненің бір сынығы, мінекей армандаған заман туып, жылынды ақ жүрегің жүрген суып, ауылдың мына жатқан аққұмында томпаңдап шөбереңді жүрші қуып деп Келімжайға сөздің кезегін береміз. Және Сары әжемізге арналған мейірімің жүрегіме бойлады, құмыр кеудем қасиетіңе тоймады, уақыт аз, қолым тимей, жүр демей, әжем мені сәл кешіксем ойлайды. Әжем келсе бәйек болып жүгірем, жылу алып жанарынан жүзінен, шаршауды да, аңсауды да ұмытып, мәз боламын сөйлеп бала тілімен. Және міне ата орнына ата болған анасы Гүлнараға. Анашым жадырасын қас-қабағын, ойлама жақсылықтан басқа жағын, сүйенер асқар тауым, сіз емес пе таймасын мәңгілікке бастан бағын. Mine bugün birinci marta bu yerden 11. klasda bitirетін екі бастан bizim екі balamız var. Mine екі bala bitireyim деп тұр. Mine 11. klasda енді оқуды bitirip енді алдындағы тұрған өз ипасын, өзінің міндетін тағы қайтадан іспенен ба, оқуменен ба жалғастыруға атсалысу керек. Мұның үшін балдар ең алдыменен интизам тәртіпті болу керек. Ойлану керек, ойлау керек. Міне айырым балдар бар, ойланбайтын. Келешегін соның түсінбейтұғын. Міне енді кішкентай емесіңдер. 11-де бітіргеннен кейін алдағы оқуды, еңбекті мұны бітіруге екі бастан барлығын соған көңіл бөліп, соның ішінде жұмыс істеулерің керек, оқуларың керек. Міне бұрынғы бітіріп шыққандар 10-шы кластан бірге қосып істеп отыр екен. Міне бұл балдар екі бастан өзінің тіршілігін, өзінің міндетін, өзінің оқуын бітіріп келіп, семьялы болып, барлығы өзінің тіршілігінде, өзінің жұмысында жүр. Міне барлығыңа да екі бастан алдағы өзипа, алдағы міндет, міне осыны барлығын тәртіпті рәуіште, ынтызамды рәуіште, міне соны бежеріп баруларыңға мен тілектеспін. Міне екінші сөз бар. Мүсәпір болмай, мұсылман болмайды деген. Мүсәпір, ең алдыменен мүсәпір деген әңгіме біреулер айтады бейшара дейді. Ол бейшара емес. Бұл ақылды,
bilimde, еңбекте, mine tüyötün aldağı jümüste beciretiğin adam misafir değil. Mine halkına karaytığın, mine halkına ekibastan еңбек kılatığın, bu misafir de bir adam Müslüman buladı eken. Mine ikinci Latif Koca'nın bir sözü var. Perzent tatlı suyu üçüncasında, bari tügül ata-ananın kasında. Yaxşı jaman iki yol var yer jetse, ne yazganı bolat da basında. Mine yazılganı var. Mine yazılgandan hiç kim artık bolmaydı. Mine sol yazılgan, barlığına da yaxşı yazılgan, yaxşı oylagan bol, sonda yazılgan bola versin. Mine sonundan bir katarda, mine осы baldarda iki baştan okutup, bilim berip, mine 11. klasты bitireyin dep oturganlar, bitirgenler, mine oş yerde Terguzuk'ta okup barlığı bitirgen. Mine son muğalimler oş yerde barlığı da. Mine muğalimlerge de şın göğünden rahmet aytamiz. Her vaqtda bakıt, den sağlık bolsun, barlığına da жақсы niyet yol bolsun dep sizlerge sendiremin. Senderden ekibastan aldağı jumuşlarına da, aldağı okularına da, ötülerine, okularına tilektesmin bildiremin. Құрметті ұстаздар, мынау оқушылар, мынау 11 жылдықты тойлап жатқан жолдастар, барлығыңызға да құтты болсын айтамын. Тіллә, мынау 1-ші класстан ұстаз болып келген апайына үлкен алғыс айтамын. Табыстарына табыс қосыла берсін. Аңсаған армандарына жете берсін. Мына ұстаздарға үлкен білім берген балдарына да ұстаздарға үлкен рахмет айтамын. Дәніш, сенің де алға басқан өнерің алға қарай оза берсін. Дәнішке де сыйлығым бар, Тілләға да сыйлығым бар. Сол үшін Тіллә, сені де ортаға шақырамын. Барлықтарыңызға да бақытты өмірдің ұзағын тілеймін. Günlere sabahında rahmet, Onuş'un köz tügemiz tulgana, Müseber'in kızıl güldeyi ırgana, 30'ın 9'unda tursun sen, kendisi, neberesin, kanlar edip, günlerine ömür rahmet edip. Yerinde tezekte bitirmişi gösteri benim. Kim bilir? Ana tilin öğretip, şetelegen ustazım, alda turgan maksatqa, şetelegen ustazım, barlıq bandı öğretip, bilim bergen ustazım, şakirtim dep, hürmet dep, külüm degen ustazım. Ustaz degen mərtebeli mamandıq, oylamaydı ешкімге де жамандық. Соңғы ұстазым өмірде бол көңілді, тілейміз біз ұзақ өмір амандық. Ұстаз деген асылдана сөз болар, онда болар мейірім рахат көл болар. Сұлу көркем сонда ғана жүзіңді, ақылды да дана сөзге мол болар демекші. Қазір біздерге 10 жыл өткен мектебіміз өмірінде берген, алғаш рет сабақ берген Сүлейменова Тіл апайды алғаш ұстазымызға ортаға шақырамыз. Және де соңғы рет бізге өзінің қызметін еткерген Досан Сабыр ағай мен
Умирбекова Урун апайды ортаға шақырамын. Қош келіпсіздер, құрметті ата-аналар, ұстаздар, және менің шәкірттерім. Міне бүгін бұдан 10 жыл бұрын тарыдай болып кіріп, енді 10 жылдан кейін таудай ұл қыз болып, мектеп қабырғасынан қанаттанып, ұшқалып отырған шәкірттерімнің алдағы өмірге басқан қадамдары әрдайым сәтті болсын, қуаныштары ұзақ болсын, таудай талапты болсын, әрдайым талаптанған ой мақсаттарына ешбір кедергісіз қиындықтарды жеңіп жете берсін. Жақсы азамат ұл қыз болып жетуіне тілектеспін. Құрметті қонақтар, енді осы мектептен 11 жыл 11-ші класты осы біздердің балдарымыз бітіріп жатыр. Осы балдарға ұзақ өмір, зор денсаулық, алдарындағы мақсатқа жете берсін. Бәріңізге де осы болып атқан той құтты болсын. Жақсы өткізіп, осыны 11-ші бітіруші класты жақсылап шығарып салайық. Құрметті ата-аналар, мына оқушылар, бүгінгі соңғы қоңырау салтанатты кешінің жастары. Мынау мектебімізді бітіргелі отырған жастарға тілейтініміз, өмірде қаққан қанаттарың талмасын. Әрқашан өздерінің аңсаған армандарына жетсін. Келешекте бір үлкен азамат болып, жоғарғы оқу орындарына түсіп, келешекте бір жақсы бір маман иесі болып жетісуіне тілектеспін. Және де мынау бүгінгі 10 жылдық кездесуінде отырған жастарға да әрқашан өмірде бақытты болсын, дендері сау болсын. Бұдан кейінгі кездесулерінде де отырып, осындай дастархан үстінде кездесе берейік. Біздерді мектепке алғаш А әрпіне бастап үйреткен алғашқы ұстазымызға сыйлығымыз бар. Музыка. Біздерді осы 11-ші класста мектеп қабырғасынан аттатып шығарып отырған Сабыр ағайға сыйлаймыз. Және біздерді 11-ші сыныптардың оқытқан соңғы ұстазымыз Орынгүл апайға. Рахмет, үлкен рахмет сендерге. Талаптарыңа нұр жаусын, қадамдарың құтты болсын. Енді кезек мына 10 жылда келіп отқан 71-ші жастарға. Келдер Төлебек Гүлжахан отырған. Құрметті
сыныпты бітіріп, үлкен өмірге қадам басып отырған жас түлектер. Міне бүгін біз бүгінгі 11 сыныпты аяқтап, үлкен өмірге қадам басып отырған жас түлектер сияқты осыдан 10 жыл алдын осы мектеп табалдырығынан қоштасып кеткен едік. Міне бүгін біз осы мектепке қайта оралып отырмыз. Міне мектеп деген кезде бұл әрбір адамның мектеп деген сөз әрбір адамның жүрегіне ыстық сезім береді. Себебі әрбір адам Аға видеоға жақсылап түсемді. Білім алып, сауатын ашып, үлкен адам болып шығады осы мектептен. Сондықтан да құрметті ұстаздар, сіздерге тілегіміз, міне сіздер шәкірттерді тәрбиелеп ұшырып отырсыздар. Осы шәкірт тәрбиелеу жұмысында ешқашан қажымаңыздар. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Әрқашан осы шәкірттеріңіздің құрметіне бөленіп жүре беріңіздер. Ал ата-аналар, сіздерге тілегіміз, міне адам өмірінің жалғасы бұл бала. Сондықтан да міне бүгін сіздердің балдарыңыз 11 сыныпты аяқтап, үлкен өмірге аттанып отыр екен. Келешекте осы балдарыңыз өмірде өз орнын таба алатын, белгілі бір маман иесі болып жетілетін, сіздердің үміттеріңізді ақтайтын жас түлектер болып, азаматтар болып жетілуіне тілектестік білдіреміз. Ал жас түлектер, міне сендердің мектептеріңмен қоштасып өтіргесіңдер, міне алдағы күндердің қиыншылықтарынан өтпей өтулеріне тілектестік білдіремін. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын. Бізді бірінші сыныпта осы мектеп сауалын аттаған кезімізде бірінші сыныпқа өзінің жылы жүзіменен қолымызға алғаш әліппе ұстап, қолымызға қалам ұстатып, бізді қабылдап алған Әлайдар ағайға айтатын алғысымыз шексіз. Міне мен өзім бүгінгі күнде ұстаздық мамандығын иелеп, осы ұстаздық жұмыстың қаншалық қиыншылығын көріп отырмын. Іс тәжірибемнен көріп отырмын. Сондықтан да Әлайдар ағайға айтар тілегіміз шексіз. Әлайдар ағай, өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Әрқашан шәкірттеріңіздің құрметіне бөленіп жүре беріңіз. Ағайға сыйлығымыз бар, соны тапсырамыз. Қуанам мектепке алғаш қадам басқаныма, қуанам әліппе бетін ашқаныма. Өмірдің ұмытылмас асқарына, өмірдің ұмытылмас асқарына, өмір бойы қарыздармын мен алып ашқан ұстазыма да мінекей. Екі алғаш ұстаз Тынар байға, Әлайдар ағайға үлкен рахмет айтамыз. Дендеріңіз сау болсын, жастарды ұядан қияға тәрбиелегеніңізді. Енді кезекті ансамбльге береміз, ортаға бітіруші кластар шығады. Жас көңілі ойнамай, басылмайды, жұпар иісі көктем келмейді, аңғымайды. Ата-ана балдармен қосып ойнаңыздар, жер жақсы, су себуге шаңғымайды.
Енді құрметті жолдастар, осы мектебіміздің үлкені, мектебіміздің басшысы, мектебіміздің зам директоры ортаға Орынбай апайды шақырамыз. Жүре түгін жақсы жерден игі мақсат арманға жетелеген, құшағында жастарды мәпелеген, мектепте 8 болмай келгенімен қайтып кетеді үйіне төтеменен. Құрметті ұстаздар, оқушылар, шәкірттерім, мына отырған ата-аналар, мінекей бір үлкен бір қуаныштың куәсі болып отырмыз. Бұл қуаныш әрине осы отырған мына жастарымыздың, әсіресе биылғы бітіруші класс 71-дің намына 10-шы классымыз, 11-ші классымызбенен бітіріп кеткеніне 10 жылдық болған мына жаңағы шәкірттеріміздің үлкен қуанышы болып отырмыз. Әрине, әр нәрсе өзінің несіне қарап, өтмішке қарап бір адам таңғалады екен. Тура біздер, мен өзім 69-шы жылы мектепке, еңбекке қадам бастым. Бірінші рет біздер осы Бердақ мектебінде 3 қыз болып оқытушы болдық. Бірінші Қарашаш, анау Әбдіраманова деген, екінші Бердиева Жаңыл деген апай бар еді. Үшінші мен. Біздер мынау 69-шы жылдан бері осы мына Бердақ мектебінде еңбек етіп, қазір қарап отырсам, өзім сондай өзімді біртүрлі қуанышқа сезіп, сондай неғылып отырыппын. Себебі менің осы мектепке еңбек етіп келгеніме қазір 30 жыл болып қалыпты уақыт. Енді бір 2 жылда пенсияға шығайын деп отырмын. Соған қарап сондай қуанышты боламыз. Әрине, сол кездерде біздер мына класты, міне қараңыздар, бір жерде мына біздің 10-шы классымыз бітіріп отырыпты, 10-шы класс. Біздер сол кездерде қандай оқыдық? Мен өзім мысалы, осы Терқұдықта да оқыдым, Қызылқұдықта да оқыдым, Аяқұдықта да оқыдым. Сөйтіп жүріп 10 жылдықты бітіріп, сосын өзімнің арманыма, себебі оқытушылық деген арманыма ие болып, мінекей соған қуанып отырыппын. Сондықтан да кей кезде ойлап отырсам, адам тарих, бұл біздің тарихқа жазылып қалған. Мен шынында да ең қазақ қыздарының ішінде бірінші болып педагог, оқытушы болып 30 жыл мінекей еңбек етіп отырыппын. Соныма кей кезде отырып өзім қуанамын. Сіздерге мінекей мына балдарыма қандай қуанышты. Осы балдарға деген мінекей менің игі тілектерім, әсіресе мына биылғы бітіруші классқа мына 10 жыл оқуды бітіріп, енді келіп біздің осы шәкірттеріміз біздерді еске алып келіп отырған мына бітіруші 10 жыл бітіріп кеткен мына биылғы 71-дің балдарына мен үлкен рахмет айтамын. Және сонымен бірге мына бітіріп кетейін деп отқан алтын ұяңыдан ұшайынып отырған 10-шы класс оқушыларына, 11-ші класс оқушыларына да үлкен өзімнің бір қуанышты игі тілегімді білдіремін. Қараптап талмасын, аңсаған армандарына жетсін, дегендеріне жетіп, ата-анасына қызмет етсін. Мінекей өзіміздей қызмет етіп, осындай бір жақсы ел сүйетін азаматтардың бірі болсын деп шын жүректен тілектестікті білдіремін. Ал енді мына 10 жылдықты бітіріп, біздерге келіп, қызмет қылып отырған мына бітіріп кеткенде 10 жыл болған мына шәкірттеріме де, мінекей осы шәкірттеріме мен де білім беріп, осы шәкірттеріме мен де жаңағы өзімнің жақсы тәрбиелік жұмыстарымды және тәрбиелік істерімде осыған қызмет еттім. Міне осыны елеп келіп отырған бұл балдарға да рахмет айтып, және де осы балдардың барлығы да семьялы болған, семьясында бақытты болсын, ел тыныш болсын, үлкен азаматтары бірі болып, жетілуі үшін жүректен тілектестік білдіремін. Яша, рахмет Орынбай апай. Апай өте жақсы сөйледі. Апайдың мен сөздеріне қосыламын. Менің де ұстазым, біздерде де оқытып еді. Осы Орынбай апайды жаңа сөйлеген кезде менің бір Әбіласан деген достым есіме түсті. Орынбай апайдың ашуы қатты еді. 3 бөлшек командор бір досым басын жарған. Қазір қартайын деп отыр, ашуы да қартайыпты апай. Рахмет апай, деніңіз сау болсын, жастарыңыз бақытты болсын. Рахмет сізге. Енді сөз жүргізе береміз. Енді және 10-шы класстағы бітірушілерге және 71-ші жылғы балдар, сендер де дайындалыңдар. Басқада сыйлықтар бар, мұғалімдерге тапсыратым. Қазір мына Қайыргүл шақырамыз. Қайыргүл өзі менен бірге болса жүргізуші, бір-екі ағайларды шақырады. Қайыргүл апайға әрдайым
тойдың ортасында шашып нұрлой, жақсының жүрген жері жасыл гүл ғой. Қос тойды өткеруді мойнын алып, үйінде тәріке қалмай тасып жүр ғой деп мінекей басшы болып жүрген Қайырғұл апайға беремін сөздің кезегін. Міне құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар және мына үнді сыныбылар. Бүгінгі жиналып отырған себебіміз мына 11 жыл оқытқан оқушыларымыздың соңғы рет мектеппенен қоштасқалы тұр екен. Сол үлкен тойға және бір тойымыз қосылып отырыпты. 10 жыл бойы осы мектепте білім алып, қайтып өзінің ұстаздарына деген сыйлықтарыменен, өздерінің құттықтау тілектеріменен келген екі тойымыз қабат болып отыр. Мен бұларға тілегім, дендері сау болсын, өмірлері ұзақ болсын. Тілеген алдындағы армандарына жете берсін. 11 класс оқушыларына сапарларың сәтті болсын. Алдағы аңсаған армандарыңа еш кедергісіз жете беріңдер. Мына ата-ананың адал перзенті болыңдар. Және мектептің директоры Нәміртай ағай менен завучты ортаға шақырамыз. Мына бітірушілердің 11 жыл бойы мектепте білім алып, өздерінің естеліктерін тапсыруға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Бәріміз бірге істейміз, бір мектепте. Бүгінде шығып жүр ғой атың көкке. Той дегенде өкпе болмасын деп сөз кезегін береміз әлеметке. Әне, құрметті ата-аналар, оқушылар, 10 жылдығын тойлап атқан ұзырлықтан келген меймандар. Не, сіздерге тілегім 11 сыныпты бітіріп, тәуелсіз өмірге қадам басып жатыр екенсіздер. Құрметті оқушылар, сіздерге мына аттестацияны жақсы тапсырып, оқуларға түсуіңізге және өмірде бақытты болуларыңызға, денсаулықтарың мықты болуларыңа, ауызбіршілікті болуларыңа, 71 жылғы оқушыларға ұқсап, сіздерді 10 жылдықта осындай біргелікте тойлап, бірге болуларыңызға тілектеспін. Ал енді мына оқуға барасыздар, жақсылап оқыңыздар, дайындалыңыздар, қанаттарыңыз талмасын, өздеріңіздің жаңағы ойлаған армандарыңызға жете беріңіздер. Міне бүгін үлкен Теріқұдықта үлкен той, осындай әрқашан жақсы дастарханның үстінде кездесе берейік. Барлықтарыңыздың да денсаулықтарың мықты болсын, ауызбіршілікті болайық. Мейлі, мына 11 класстың атынан Әлбек ағай менен Нәміртай ағайға азғантай сыйлықтар бар екен. Соны тапсырып, кейін мектептің естелігін алады. Тапсырыңдар. Кетіп қалмады, мен мынау 71 жылғы балдардың тілегі бар да сізге. Кел, Мәди, Райхан. Арман қуып кеткен едік бәріміз. 10 күндей боп 10 жыл өтті кездестік. 10 күндей боп 10 жыл өтті кездестік. Бас қосуға келіп едік бәріміз. Құрметті класстас достарым, қымбат, қадірлі ұстаздарым, ата-аналарым. Не бүгін салтанатты жиынға келіп отыр екенбіз. Сол сәттен пайдаланып, сіздерге ұзақ өмір, зор денсаулық, семьяларыңызға бақыт, жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Және бітіруші жастар, қарлығаштар, қанаттарың қайрылмасын, аңсаған армандарыңа жетіңдер. Нәміртай ағаға арналған аз ғана сыйлығымыз бар еді, соны тапсыруға рұқсат етсеңіздер. Рұқсат. Қожалақ болсын.
ortalıktan. Hüseyin ağa, kalay siz yürüyün böyle. Hüseyin ağa var. Енді осыны жаңағы әнді бағалайтын, жақсы айтқанды бағалайтын бір ортадан сайлайық жюри есебінде. Енді ата-аналарға да, оқытушыларға да мына еш жағына кетпейтін бір кісі келсін ортаға. Үсен аға келіңіз ортаға. Ал әнге дайындалыңыздар, кәне кім шығады бірінші? Әнге. Ата-аналар ма, ұстаздар ма, қайсыларды шығасыздар бірінші? Ата-аналар жаны бар ма? Тәке, кел тауып аяғым міне. Bir күбілік болса олар, келе берім. Оқушыларды, 11-ші класты. Өшет сөйлеп жүрмін. Домбыра керек не oldu Allah'a? Домбыра olmadı o. Şahit aytadı mı? Birisi, ata-onalar qalamını, tavlayana birimiz bildik. Tam bize gel. Kavuzlamadı mı? Kavuzlamadı mı? Kavuzlamadı mı? Döndüremegen dairede. Adem kıyısı mı? Yok adem koyun. Adem ne var? Ademine var. İlham olsun ademine var mı? Ayrık şahı. Ayrık şahı falan sayına koyun. Oynagan gözükten. Ya.
Endisine kafa bulmanlar bırak.
Gelin bilen естіп тұрсыздар. Дегенмен ән барлығында да жақсы айтылғатты. Өздеріңіз де байқап отырсыздар. Бірақ кейбір жерде музыканың қосылуында, өлеңнің акцентінде, және мынау адамға тартымды жағынан мен енді өзімше әзір бір орын бар екен. Бірінші жаңағы Бекқарай Таубайдың Алтайдың ар жағындағы келген қарындас ару дегенге береміз, және мынау Гүлжахан Қошқарбекова да жақсы орындады. Екеуі тең деп бағаласа да болады. Осы екі жас келсе, біздер адамға приз берсек.
Birga ishlaymiz da barimiz. Buyuramiz. Men mına prizdi, mına to'g'aymoq islam. Aynen kıymetli kalay, kıymetli ustazlar, kıymetli ağaylar beni gördünüz ya bunu. Endi bu başlaması. Şöyle şunday perdeleri. Hürmetli yoldaşlar, yendigi ang do'mbira bilan aytiladigan 4 anga pes chiqaramiz. 4 yoqdan keladigan tek do'mbira bilan aytiladi. Oğlum turasınız da uğurlu var, aşkım. Endi yoldaşlar bulay. Ko'pchilik bor. Bu yerda ne bo'lar? Muhti haqqa bo'lmasin. Mening mektabda ulkanlarimiz bor. Hozir men og'am, Kamal og'amlar, Sevgi og'amlar bo'lsin. Biroq mana 70 yil oldin kezekni bermayapti. Bizlar o'zimiz har aql ataman beramiz deb o'tirgan. So'shil muhtimizda kezekni kutib o'tiribmiz. Endi kezekni mana o'rtoqdagi mana 11-klassning madanasi. Avulda ulkan ajamiz, Jag'ul ajamdan olish yo'ldan kelgan Asqar Mariyani Muxtor aka Kumislardan o'rtoqqa chaqiramiz. Kelimizdir sizlar. Hürmetli atalar, to'g'ri qo'y bari da mana istayotgan ishlaringizni men quvonishdim. Quvonishdim kelib chiqqan. Ko'ngilning ko'tarinkilig'idan kelib chiqqan siyaqti bo'lib qo'y. Biroq men kecha ko'pchilik ota-onalar jinob, hurmatli ota-onalar, maktab alanida shampan aroq kelmesin degan edim. Qalay qilayin endi, mana qarangizlar. Erta o'sha filmlaringizda, o'sha videolaringizda har kim ko'rmaydimi? Qiziqib falan narsa sonda pedagog bor, yoki bo'lmasa muallim bor, yoki jo'g'arg'i ag'archi o'rnidan bor. Bir kishilar kelib ko'rsa, bizlarga ne demak? Men o'shalarga tushunmay qoldim qo'y. Ha, ishetin ota-onalar bo'lsa, jasur mana yerga borib berganlaringiz demaydi. Bunda ja video tushirib olib, magnitikon yazib olib o'tirma, buning da o'ng'aganlik bo'ldi men. Qilalar, endi o'sha narsani bilmagan tibda unamayapti. Rahmet, kechirib o'tmaymiz. Asqarga kelamiz, Asqar mana o'rtoqqa. Hurmatli ota-onalar, ey yangi yosh mana bobeklerim, baldarim. Yana qariday bo'lib, kirib tavday bo'lib isib chiqqan balapandarim, o'sha to'ylarim, talablarim, o'sha to'ylarim qutlu bo'lsin aylanay. Baxtli bo'linglar. Qanotlarim qayrilmay ertangi kuni aytaver armonlaringiz yetib. O'qiganing o'qib, o'qimaganing boshqa aytaver o'sha bilan bazarday odam bo'linglar aylanay. Bizim o'sha terg'uduqdagi umrimizga bo'lib o'tgan bir to'y. To'y ekan. Mening tilarim, baldarim, nemiralarim, bar qara ko'zlarim aylanay. O'sha o'qib, kelishib yaxshi odam bo'linglarini tilab to'ylarim qutlu bo'lsin. Al endi mana so'zni balam asqaradi. Hürmetli ata-onalar, bitiruvchi bolalar, sizlarga uzoq umr bilan zo'r densog'lik, o'zi Şırğan Altınyer mekteplerining ömrü yeterli çıkarmalarına, ustozlarımga arkadaşlarga hürmet tebdürümlerine beklesiniz. Olsa Yedagatlı mekteplerinde menden son güçlüyümün. Arkadaşlar niyetlerine, armanlarına jete beringler. Barlıklarında bakıtlı bolunglar. Oynap göz yüzlerine kültü ayırmasın. Ömürler öz ordan tavlarına beklesiniz.
Hürmetli yaş büyüktür. Sizlerden soğuğu uğram saltanatın ötküzüp kıyağa qaray, kıyağa jadanay, görmegönlerinizge müde bugün 10 yıl bolgan eкен. Ya, 10 yıl aytuğa yengil bolganmen, az vaqt emes, belgili bir sana. Sol sananın ülkün мәнге ие екенін ойлап, оны мереке етіп өткізу үшін талап қылып, ұйымдастық талаптарыңызға нұр суағына бөлінеріңіздер. Және де мерекелеріңіз құтты болсын деп тілек білдіруге, мен өздеріңізді Және 10 жыл бітіріп кеткен жігіттер ұстаздарға, мектебіне, ұясына келіп, бас қос үлкен мерекелі той болып отыр. Осы тойларыңыз құтты болсын. Мектеп бітіруші балдарымызға, міне келешекте сіздер де үлкен азамат болып, әрқайсыңыз бір үлкен маман иесі болуларыңызға, мектепте отырған, оқытқан ұстаздарды, аға ата-аналарыңызды қадірлей біліңіздер. Әрқашан жақсы болыңыздар, аман болыңыздар, келешекте белгілі бір маман болыңыздар. Мынау отырған 10 жыл іргесін бітірген жастарға, семьяларында береке табыс тілеймін, келешектерінде жұмыстарына табыс тілеймін. Әрқашан бақытты болыңыздар. Барлығыңызда қош көңілмен осындай мектепте елек 10 жылдық, 20 жылдық мерекелеріңізді атап өтулеріңіздер. Міне ұстаздар сіздерге үлкен рахмет. Осындай жастарды тәрбиелегенсіздер. Келешекте тәрбиелей беріңіздер. Сіздерге ұзақ өмір жұмыстарыңызда табыс тілеймін. Тойларыңыз барлығыңызда құтты болсын демекпін. Закир!